Мен 1990 жылы Қазақстанға көршілес бір құпия болсын мемлекетте дүниеге келдім. Отбасыда 3 баламыз. Үлкені ағам, одан кейін менен кейін кіші сіңілім. Әкем ауыл әкімі болды. Анам үй шаруасындағы әйел еді. Әкемнің мінезі тік, көшбасшысы, сөзшең мінезі, ашық қалжыңбас ақкөңіл адам. Ал анам қой аузына шөп алмас жуас, сабырлы адам. Жуас болғанда да өте момын. Ешкіммен ұрыспайтын, күліп жүретін, жағдайымыз да жақсы, бірнеше фазендамыз бар, кәдімгідей бай тұратын едік. Бір күні әкем қалаға кетіп, әдеттегендей кеш оралды. Қолында бір бума қағазы бар, өңі бозарып кеткен. Маған бір түрлі жайсыз көрінді. Ол кезде мен 9 жаста едім. Бөлмеге кіріп кетіп, анам екеуі ұзақ сөйлесті. Анамның жылаған дауысын естідім. Қыз бала болған соң ба, не үшін екенін қатты білгім келді. Сөйтсем, әкем асқазан обырына шалдыққан екен. Оны мен қағаздан оқыдым. Қандай ауру екенін түсінбедім ол кезде. Бірақ қатты қапаландым. Әкемді қатты жақсы көретін едім. Ес білгелі әкемнің қойнында жатып еркелеуші едім. Көп ұзамай малдың жартысын сатып, әкем үлкен қалаға емделуге кетті. Біраз күннен кейін анам артынан кетті. Бізге әкемнің қарындасы келіп қарайтын болды. Арада 3 ай өткен соң әкем мен анам ауылға келді. Сағынғаным соншалық қуанып жүгіріп алдарынан шыққанда әкемді көріп танымай қалдым. Ірі денелі әкемнен түк қалмаған, шашы да жоқ, көзі үлкейіп ішіне кіріп кеткен, бірақ бұрынғыдай ауырып қиналмай жүрді. Тағы да 3 ай өтіп әкемнің енді басы қатты ауыратын болды. Сүйретіле ауруханаға кеткен әкешім бір апта өткен соң қайтып келді. Бізге ештеңе айтпады, бірақ мені ұрланып сөздерін тыңдаймын. Сонда ұққаным, қатерлі ісік енді миына жайлаған екен. Өмір сүруіне 1 ай уақыты қалыпты. Бәрін естігенмен қатты жыладым. Алғаш рет бала жүрегім жараланды. Айтқандай 1 айдан соң әкем қайтыс болды. Небәрі 39 жаста еді. Бәріміз қатты қиналып жүргенде анамның туыстары бізге Қазақстанға көшіп келуге ойларын айтты. Солай өз елімізге келіп, сіңілім екеуміз мектепке қабылданып, ол ағам жұмыс істеймін деп оқымай қойды. Арада жылдар өтіп 11 сыныпты бітіріп жұмысқа шықтым. Жоғары оқуға мүмкіндік болмай, анам әкем қайтқаннан кейін аурушаң болып қалған. Бір күн сау жүрсе 1 апта төсек тартып жататын. Сондықтан анама қарайлап мектептен жиі қалатынмын. Соның салдарынан мектепті дұрыс оқи алмадым. Қолымыздағы бар қаражатпен бір ескі үй сатып алып, ішін қолдан келгенше ағам екеуміз ремонттап, ақтап, кіріп алғанымызға қуанып қалдық. Өйткені өз үйіміз еді. Мен қара торы әдемі қыз болып өстім. Анама тартқан ұяңдығым да бар. Бірақ ұрысқанымен ұрысып, тартысқанмен тартысып, мінезділеу болып өстім. Десе де ұяңдығым басып тұратын. Бала кездегі қызығушылық тігіншілікке жақын болдым. Мектеп бітірген соң жұмыс қарастырып, ауыл шетіндегі цехқа жұмысқа кірдім. Тез қабылдай қойды. Жұмыстың ақысын істегеніңе қарай айлық төлейтін. Күніне 13 сағат жұмыс істеп, тек қана жұмыс пен үйдің ортасында жүрдім. Қыдыру дегенді, жігітпен жүру дегенді білмедім. Бар ойым үйдің, анамның қамы. Айлығымды жинап ағама ұстаттым. Ол мал сатып алып, солай өмір сүріп жатырмыз. Ағам ол кезде күндіз үйге мүлде келмейтін, түнде келетін, кейде түнде де келмейтін. Сөйтсем, ағам анамның туған ағасының қызымен көңіл жарастырып жүріпті. Оны біліп үлкен ұрыс-керіс болды. Жақын туыс болмайды деп туыстарымыз айқай шарды. Ағам болса үйленемін деуден қайтпады. Қыздың аяғы ауыр, 4-5 ай болыпты. Оны естіген анам уайымдап, бала ауру болатын болды деп қайғы шекті. Бұндай сұмдықты кім көрген? Ол қызды ауруханаға апарып УЗИға түсіріп, бала сау, бәрі дұрыс деп дәрігерлер нақты айтыпты. Қыздың әкесі, яғни нағашы ағам ашуын басып, екеуінің қан тобын тексертемін деп үлкен қалаға алып кетті. Туыстық байланысы жоқ деп айтқан соң, амалсыздан көп ұзамай ағама той жасады. Туған ағасы мен қарындасының құда болғаны қандай ауыр еді. Арада 3-4 ай өткен соң жеңгем босанып, бала әлсіз болды. Жеңгем жүкті кезінде ішін жасыру үшін қатты байлап тастаған. Содан бала бірде 800 грамм болып туылды, яғни 2 килограммға жетпейді. Аурухананың табалдырығын тоздырып жүріп, әрең дегенде сәбиге жазылды. Ағам 19 жасында үйленсе, жеңгем 21 жасында шаңырақ көтерді. Жеңгем ағамның 3 жасқа үлкен. Мен ол кезде 18 жастамын, цехта жұмыс істеймін. Солай жүргенде бізден 5-6 ай
үй алыс тұратын бір жігіт мені сыртымнан көріп танысуға бата алмай жүріпті. Бір күні жұмыстан келе жатып кездесіп қалып танысуға әзер келістім. Оның көзі көк түсті сары жігіт, есімі Шыңғыс екен. Мен ол жігітке есімімді айтып асығып кетіп қалдым. Сол күннен соң әлгі жігіт мен қайтатын уақытта күнде сол жерде тұратын болды. Мен сәлемдесіп өтіп кетемін, кейіннен сөйлесіп араласып бастадым. Ол маған сөз салып, мен ойланып жүрдім. Оны жеңгем біліп, анама айтқан. Анам болса, осы жігіт жақсы жігіт екен, сені бақытты етеді, жүре бермей тұрмысқа шығып ал деп күнде қасайтынды шығарды. Шыңғыс жеңгеме солай айтқызыпты. Менен құтылуға асыққан жеңгем анамның миын жеген болу керек. Әйтпесе менің әзірге тұрмысқа шығатын ниетім болмаған еді. Анамның сөзінен аса алмай Шыңғысқа тұрмысқа шығуға келістім. Жігіт жақ сырға салып құда түсетін болды. Сол күні енем келмеді. Өз ұлының қуанышына келмегеніне іштей біртүрлі болған едім. Бірақ енемді ауырып жатыр дегесін ішкі ойыма жауап алғандаймын. Шыңғыстың анасын бір-ақ рет қана көшеден көргенмін. Сырға салынып той күні белгіленгенде көп ұзамай тойда өтті. Келген күннен бастап менен маған суық қарайтын. Мен өзі сондай кісі екен деп ойлап мән бермедім. Менен үлкен екі абысыным бар, бөлек тұрады. Бір қайынбикем бар, бір қызымен ажырасып келіпті. Бәріміз бірге тұрамыз. Жастайымнан жұмысқа араласып өскен соң үй шаруасына пысық болдым. Күйеуім базарда сауда жасайды. Үйленгесін бір айдай үйде болып, содан соң жұмысқа шықтым. Бұрынғы цехта жұмыс істеймін. Үйге ерте келіп, тамақ жасап, енем қызы екеуі күнімен қыдырып, мен келетін уақытта кейде есікті кілттеп кетіп қалады. Көбінесе есік алдында күтіп отырамын. Оны бір күні күйеуім біліп қойған, айғай шығарып, маған кілтті беретін болды. Күндер өтіп жатты. Аяғым ауырлап, оны білген күйеуім мені жұмысқа шығармай қойды. Үйде болған неше түрлі сұмдықты көрдім. Енем әу баста маған қарсы болған екен. Менің отбасымды менсінбеген енем, әкесі жоқ, шешесі ауру, ағасы туысына үйленген жарымнан отбасы деп ұлына біраз уақыт қарсы болған. Бұның бәрін маған абысыным айтқан еді. Естігенде өте жаман күй кештім. Көмейіме өксік тығылып, әке-шешем туралы айтқаны қатты ауыр тиді. Енем күнде тиісіп күйеуіме жөнсіз айғайлайтын. Шыңғыс табысын анасына беріп, кейде маған тығып берді. Соны да санайды. Маған бірдеңе алып берсе, айғай-шу бірнеше күнге жалғасады. Мен үндемей шыдап, ай күнім жетіп босандым. Анам құтты болсын айтуға келгенде енем оны жақтырмай, анам кетіп қалды. Босанғалы ешқандай күтіне алмадым. Ауыр босанғаннан ба, әлде күйзелістен бе шаштарым уыстап түсе бастады. Күйеуіме дәрі ағызған едім, оны көріп қойып мусорға тастай салған енем, атымды атамай мені тақырбас таз деп айтатынды шығарды. Басымнан орамал тастамай, дәрігерлердің рецебі бойынша енемнен тығылып жүріп ем ала бастадым. Ақырындап 2-3 айдан соң шашым қалыңдап өсе бастады. Көп ұзамай әлгі ажырасып келген қызының шашы күнде уыстап түсіп жатты. Оның енем ертіп алып неше ауруханаға апарды. Шашы қайта шықпады. Орнына аппақ сирек шаштары шықты. Ақыры орамал тағып екінші рет тұрмысқа шығатын болды. Әке-шешесі жоқ жігіт екен. Өте жуас адам. Біздің үстімізге күшік түйе қылып кіргізіп алды. Атам жуас адам еді. Мал бағып өзімен өзі жүретін. Күйеуім ашуланып, олар тұрса мен үйден кетемін деді. Қырқын шығарған енем, сенің кесірің бәрі деп маған тиісті. Шыңғыстың кеткенін қаламаған анасы қызына жақын жерден үй алып бөлек шығарды. Содан кейін енемнің былапыт сөздеріне шыдамай, неге олай айта бересіз, жақсы жаман болса да ұлыңыз мені таңдады деп алғаш рет бетіне келдім. Кешке күйеуім келгенде енем, қатының мені боқтап аузына келгенін айтты деп жылады. Шыңғыс алғаш рет шапалақпен мені тартып жіберді. Енем болса есіктен сығалап күліп қарап тұр. Ештеңеге қарамай киімдерді жинап төркінеме жылап бардым. Анамнан алғаш рет пана сұрадым. Анамның жуастығы соншалық үйдегі билік жеңгемнің қолында. Мені көрген жеңгем ашулы жүзбен анама қарап, өзі тапқан жігіті сорасы ағып үйге неменеге келді? Үйден кетсін, кеткен қыз шиден ары деп өзінше мақалын қосып сөйледі. Күйеуім де 1 сағатқа жетпей үйге келіп кешірім сұраған соң өз үйіме сыймай қайтып келдім. Ал енем мені күтіп тұр екен. Мені көргеннен, сені үйіңде керек етпейді, сен кімге керексің, барар жерің жоқ деп одан сайын тиісті. Күйеуім екі оттың ортасында қалды. Қолын бір сілтеп кетіп қалды. Арасында қайнағалар екі абысыным келеді. Олардың біреуі енемнің қолында 1 жыл отырыпты, біреуі мүлде отырмаған. Алыстан сыйласады. 1 жылы отырған абысынымды да сыйдырмай, талай ұрыс болған соң бөлек кеткен. Сол абысыным ғана мені түсініп, үнемі хабарласып тұрады. Бар шерімді соған ғана ақтарамын. Енем оларға бармайды. Тек қызымен ғана араласады. Күнде тамақ дайын болғанда үйге шыпыртып шақырып алады. Ол қызы бірінен соң бірі туып 3 баласы бар.
оларды қарауға маған тастап кетеді. Мен екінші баламда босанғанда қайынбикем төртінші баласын босанды. Тағы да үйге алдыңғы үш баласын әкеліп тастап мені күтіне алмай қалдым. Менің арпалысқан өмірім өтіп жатыр. Бірде күйеуім жұмыс істеген жерінен жала жабылып сот ісі жүріп түрмеге түсті. Енем бар ашуын менен алды. Сенің ниетің жаман, сол үшін ұлым түрмеде жатыр деп тиісе беретін. Қашанғы шыдаймын, екі баламды алдым да анама тастап банктен 3 миллион кредит алып, цехқа жақын жерде времянка сатып алдым. Жұмыс істеген жерінде пенсионный фонд, бәрі заңды. Жұмыс болған соң кредит шықты. Негізі жұмысымнан шықпадым. Ақысыз күнге кеткен едім. Қасыма анамды әкеліп екі баламды соған тапсырып жұмысқа қайта шықтым. Солай анам екеуміз балалармен тұрып жаттық. Сот үкімі күйеуіме ұзақ жыл мерзім берген еді. Өзім үшін, балаларым үшін де бәріне шыдап, күніне 4 сағат қана ұйықтап жұмыс істедім. Айлығым 200 мың. 1,5 жылға жетпей кредитті жауып тастадым. Сол уақытқа дейін анамның зейнетақысымен күн көрдік. Кредиттен құтылып 1,5 жылдан кейін өзім кішігірім цех ашып қасыма көмекші алдым. Аллаға шүкір, айлық табысым 500 мыңнан түсіп еді. Орталықтан үлкен үй алдым. Ол уақытқа дейін енем мүлде келмеді. Арасында атам келіп немерелеріне тәттілерінің ойыншықтарын әкеліп тұрды. Естуімше, қызына алып берген үйлерінің құжаттары жалған болып, бұрынғы иесі соттасып тартып алыпты. Енді 4 баласын анасымен бірге тұрады екен. Ал енем өздігінен жүріп тұра алмай, қызы дұрыс қарамай, екі келіннің үйіне барып, олармен сыйыспай қызымен айғай-шу болып бірге тұрып жатыр. Қызының күйеуі кетіп қалып қайта келіп жүреді. Оның үстіне ішімдікке салынған деп естідім. Мен сол кеткеннен ол үйге аяқ баспадым. Біраз жылдан соң күйеуім бостандыққа шықты. Біз бірге бақытты болып тұрып жатырмыз. Зәулім үйіміз бар. Аллаға шүкір, енді ғана бақытқа қолым жеткендей. Қазір енеммен жиындарда ғана араласамыз. Бірақ арада бір соқтық бар. Өткенді ұмытқым келсе де жүрек ырық берер емес. Ерте ме кеш пе ұмытамын деп ойлаймын. Қазіргі жағдайымыз жақсы, кәсібіміз бар. Кезінде енем кедей деп менсінбеген ағамның қазір бірнеше фазенда иесі. 4 баласы бар, дендері сау. Ал анам менің үйімде, арасында ағамның үйінде тұрып жатыр. Сіңілім тұрмыста, баласы бар. Аллаға шүкір, қиын күндер артта қалды. Айтқым келгені, адамның күні адаммен, мына жалған өмірде сыйластыққа не жетсін. Кезінде енем мені өз қызындай көргенде, қазір үлде мен бүлдеге оранып отырар еді. Не болса да адам өз ісі мен ниетінен табады. Өзгені сынап менсінбеу деген надан адамның ісі дер едім. Біз пенде болғасын қателікке ұрынып жатамыз. Кейде өз қателігімізді біліп тәубеге келеміз. Бірақ менің енем өз қателігін әлі түсінбеді деп ойлаймын.